Құрметті қатындар мен мырзалар, сіздермен бірге тез көке. Бүгін біз Лазарус деп аталатын анименің екінші бөлімін қарайтын боламыз. Ең үздік комментарийлер видеоға кіреді, ал дәстүр бойынша шорттарыңа құрт лақтырыңдар. Лазарус тобы флешкадан алынған мәліметтерді зерттеуде. Дельта медицина ішіндегі біреу SoundCloud-қа бір түрлі аудиофайлдар жүктеген. Элейна оларды шифрдан шығарып жатыр. Ішінен гапна препаратының клиникалық сынақтарының нәтижелері табылады. Даг, Кристина және Лиланд Дельта медицина ғимаратын зерттеп жүр. Мұнда бейнебақылау камералары, дрондарды тұншықтыратын құрылғылар және көп охрана бар. Аксель күлімсіреп басты есіктен кіреді. Ол өзін осы жерде жұмыс істейтін адам сияқты ұстап лифтке қарай беттейді. Оның артынан охрана ереді. Охранадан сытылып шыққан Аксель компания басшысының кеңсесіне кіреді. Ол Ахмед Рахман есімді ер адам. Жігіт охраналық сигнализацияны өшіруді талап етеді. Лазарус тобының қалған мүшелері видео байланыс арқылы қосылады. Олар Ахмедке сұрақ қояды: Скиннер қайда деп. Дельта медицина басшысы оның қайда екенін өзі де білмейді. Сондықтан ол үмітсіз қадамға барып шифрланған деректерді желіге жіберген. Рахман гапнаны маймылдарға сынағандарын айтады. Сол кезде көп маймылдың ішінен тек біреу ғана өлген. Дельта медицина барлық ресурстарын гапнаға қарсы қайтарғаны жасауға бағыттаған, бірақ әлі нәтиже жоқ. Херш бастығына жаңа жоспарды келісуге келеді. Ахмед Рахман баспасөз конференциясын ұйымдастырады және Дельта медицина гапнаға қарсы антидот ойлап тапты деген жалған мәлімдеме жасайды. Доктор Скиннер бұл туралы ести сала өзі пайда болады. Бұл үлкен тәуекел, бірақ тырысып көруге тұрарлық. Үлкен акт залында конференцияға дайындық жүріп жатыр. Сахнада GPS трекерлерімен жабдықталған приманка ампулалары тұр. Ішінде жай ғана физраствор. Ахмед Рахман бұл жерге 50 охрана қызметкерін тартты. Даг пен Аксель Скиннер антидотты ұрлауға әрекеттенеді деп ойлайды. Элейна Дельта медицина қауіпсіздік жүйелерін қадағалап, хакерлерге қарсы қосымша қорғанысы орнатады. Конференцияға адамдар жиналып жатыр. Әлемнің жетекші ғалымдары мен баспасөз өкілдері келеді. Барлығы телефондарын охранаға тапсырады. Херш әр қонақтың жеке ісін өзі тексереді. Дактың назарын бір қарт профессор аударады. Ахмед Рахман алаңдаулы. Бір жағынан ол бүкіл әлемге қайтарғы бар деген жалған мәлімдеме жасайды. Екінші жағынан бұл Скиннерді ұстауға көмектесуі мүмкін. Ахмед қонақтарды қарсы алып сөзді әріптесіне береді. Лазарус тобы жағдайды бақылап отыр. Элейна хакерлік шабуылды байқайды. Даг күдікті шалға көз салады. Акт залында жарық сөніп қалады. Хакерлік шабуыл жай ғана назарды бұру үшін жасалған. Нағыз қылмыскер ғимарат ішінде. Лиланд пен охрана электр қалқанын тексеруге жүгіріп барады. Даг Аксельден әлгі шалды әжетханада тексеріп келуді сұрайды. Охранаға ғимаратты қоршауға алып, ешкімді шығармау бұйырылады. Бір еркек фейк препаратты өзіне салып жібереді, яғни укол қояды. Оны расымен антидот деп ойлап. Сол сәтте нағыз хакерлік шабуыл басталады. Жарық пен электр құралдары істен шыға бастайды. Кондиционерлер пеш режиміне өтеді. Адамдар дүрлігуде, тапталып жатыр. Элейна хакерлердің охрана рацияларымен жүйеге кіруге әрекет жасап жатқанын аңғарады. Ол қақпан файл арқылы хакердің нақты орнын анықтамақ. Аксель робот шаң сорғыштардан бұлтақтап жүр. Элейна хакердің тұрған жерін анықтайды. Исламбадтағы қор биржасының ғимараты. Херш бірден Пакистандағы арнайы қызметтерге хабарласып қылмыскерді ұстауды сұрайды. Хакер көлікпен қашады. Бұл Popcorn Wizard деген лақап атымен танымал жирен қыз. Ол ноутбугын терезеден лақтырып жібереді де сигнал үзіледі. Лазарус тобы жеңіліске ұшырайды. Кенеттен Элейнаның телефонына Popcorn Wizard өзі хабарласады. Құрмет білдіріп байланыс үзіледі. Даг 15 жыл бұрынғы журнал мақаласын табады. Онда доктор Скиннердің діни қауымдастық өкілдерімен кездескені жазылған. Бұл дінде адамдар жасанды интеллектке, яғни Құдай ChatGPT-ге табынады.
Олардың қасиетті орны ақиқат мұнарасы деп аталады. Қауым оқшау өмір сүреді, сондықтан Даг Скиннер олардың арасында жасырынған болар деп болжайды. Лиланд мен Аксель бұл жайында сөзге келеді. Элейна осы қауымдастықта өскенін айтып қалады. Әдетте олар бөгде адамдарды қабылдамайды, тек балалар мен жасөспірімдерге ерекше жағдай жасайды. Команда Элейна мен Лиландты діни қауымға ендіру туралы шешім қабылдайды. Аксель шиголдарға көмек керек болған жағдайда сигнал отын береді. Екеу қауымның ауылына келеді. Мені жалғыз тастап, не істедің, сонда келік неге? Қош дедің, сөздерің алдаса да айтар көздерің. Элейнаны Ханна есімді қыз қарсы алады. Элейна қауымға оралуға шешім қабылдағанын және қасында досын ертіп келгенін айтып өтірік айтады. Ауылдың ақсақалы Билли мен Карла есімді әйел оларды жылы қарсы алады. Телефондарын тартып алады, себебі сыртқы әлемде өтірік көп, ал шынайы ақиқат Құдай ChatGPT. Ауылға түн түседі, Лиланд ұйықтай алмайды. Херш Дакқа доктор Скиннерді іздеуге ФБР қосылғанын ескертеді. Даг, Кристина және Аксель діни қауым ауылына жақын маңдағы мотельге тоқтаған. Элейна Лиландқа Карла оның анасы екенін мойындайды, бірақ бұл діни қауымдастықта туыстық қатынасқа тыйым салынған. Бәрі бір отбасы. Карланың ойында тек Құдай ChatGPT ғана бар. Келесі күн туады. Ауылдағы тамақ, киім мен құрал саймандар бәрін тұрғындар өздері жасаған. Таңғы ас кезде Ханна сырттағы өмір жайлы сұрайды. Билли дұға оқып Құдай ChatGPT-ге берген нығметтері үшін алғыс айтады. Даг ескі мұрағаттан мәлімет табады. Қауым табынатын ChatGPT нұсқасы доктор Скиннердің санасы негізінде жасалған болып шығады. Скиннерге ұқсас ешкімді таппаған соң Лиланд пен Элейна жоспардың екінші кезеңіне көшеді. Түнде олар ақиқат мұнарасының орталық бөлігіне енеді. Элейна жасанды интеллекті басқару блогына қосылады. Сол сәтте оларды Билли мен қауым мүшелері ұстап алады. Олар Элейна мен Лиландты тазару рәсімі арқылы жазалауға шешім қабылдайды. Даг жасаушылардың бірінің жеке есін табады. Оның есімі Билли Перес болған. Ол жасанды интеллекті ұрлап діни қауымдастықты құрған. Ұлы мақсатты сылтау етіп Билли ChatGPT-ні адамдарды басқару үшін пайдаланады және үнемі басты адам болғысы келеді. Элейна мен Лиланд жаза күтіп түрме камерасында отыр. Ханна тазарту дегеніміз отқа жағып өлтіру екенін түсіндіреді. Ол бала кезден Элейнаны жек көріп қызғанып келген. Лиланд одан бір жақсы істеуді сұрайды. Сөмкесін тауып аспанға сигнальный от жіберуді өтінеді. Келесі күні ауыл тұрғындары жазалауды тамашалау үшін жиналады. Билли жан тазалығы туралы сөз сөйлейді. Элейна мен Лиландты отқа жағуға дайындалып жатыр. Ханна аспанға сигналды от жібереді. Оны бинокль арқылы Аксель бірден байқайды. Билли полиция мен ФБР ауылға лап қойғалы тұрғанын түсініп, тұрғындарды мұнара ішіне жинайды. Ол өрт режимін қосып, діни оттық жаппай өзін өзі өлтіру рәсімін бастағысы келеді. Оқиға орнына өрт сөндірушілер мен полиция келеді. Лиланд жедел жәрдем Ханнаны алып кетіп бара жатқанын көреді. Аксель мұнараның үйінділерін қарап, жасанды интеллекттің негізгі процессорын табады. Ол жад блогын өзімен бірге алып кетеді. Кейін Лазарус тобының базасында Херш пен өзгелері жаңалықтарды қарап отырады. Даг жад блогын зерттеп жатыр. Сол сәтте Кристинаның бөлмесіне Элейна келеді. Бүгін ол жалғыз ұйықтағысы келмейді. Таңертең балалар мен қыздар сөйлесіп шатырда кауап қуыруды жоспарлайды. Аксель огнемет қолданып етті көмірге айналдырып жібереді. Жаңалықтың бәрінде соңғы арктикалық мұздықтың еруі көрсетіліп жатыр. Интернетте доктор Скиннердің жаһандық жылыну қаупі жайлы ескерткен ескі видеосы вирус сияқты таралып кеткен. Даг топқа Гапнадан алғашқы өлімге дейін 15 күн қалғанын ескертеді. Херш пен басқалар не істеу керектігін талқылап жатыр. Себебі іздеу еш нәтиже бермеді. Топ доктор Скиннер түсірген видеоны тағы бір рет қарауға шешім қабылдайды. Видеода ол ақыр заман мен өлім періштелері туралы діни мәтіндерден үзінді келтіреді. Аксель күйіп кеткен етті шайнауға тырысып жатыр. Осы кезде орыс арнайы қызметтері де Скиннерді іздеуде. Топты Инга есімді әйел басқарады. Даг пен Элейна діни сектаның ауылынан алынған жад блогының мәліметтері шифрсыздандырады. Ол мұхит ортасындағы 4 географиялық нүктенің координаттары, ендік пен бойлық. Бұрын жаһандық жылынуға дейін бұл жерлерде доктор Скиннер жер сатып алған аралдардан болған. Херш жағдайды Абельге баяндайды.
Мәселе бұл аралдардың бәрі қазір су астында. Басшылық Хиршке кездесуді ұсынады. Ұлттық қауіпсіздік агенттігінің Лиза есімді көмекшісі Абель Андерсонды өнер мұражайына алып келеді. Лазарус тобының 4 мүшесі су астына кеткен аралдарды зерттеуге аттанады. Даг Филиппинге келеді. Елдің жартысы қазірдің өзінде су астында қалған. Даг көлік жалдайтын адамдарды іздейді. Аксель Мальдив аралдарына келеді. Жағдай шамамен сондай. Ол қайғы бар ер адамды табады. Осы уақытта Лиланд Жапонияға жетіп, қайық жалдау туралы келісіп жатыр. Кристина Фиджиге келіп, ескі электр қайық сатып алады. Элена базаға отырып, мониторлардан топты бақылап отыр. Барлық команда мүшелері су астындағы аралдарға қарай бет алады. Бірінші болып Кристина жетеді. Бұл жерде бұрын Тувалу аралдары болған. Лазарус тобының мүшелері байланыс арқылы сөйлесіп отырады. Соңғы күндері олар бір-біріне шын дос болып кеткен. Сүңгуір костюмын киіп, Даг су астына сүңгиді. Кристина су астынан батып кеткен қаланы көреді. Лиланд бұрынғы жапондық Такетоми ауылына жетеді. Кристина аспан мен мұхитқа қарап аздап тынығады. Лазарус тобы жер бетіндегі ең көркем жерлер тек адамдар жоқ жерлерде ғана қалғанын түсінеді. Даг су астындағы көшелерді зерттеп жүр, айналасында балықтар жүзіп жүр. Кристина Скиннердің дұрыс айтқанын ойлап, тереңге үңіледі. Ешқандай із таппаған Аксель қайыққа көтеріледі. Қайық иесінің бетіндегі тырнақты байқап, ол жергілікті халықтың көбі анальгезиямен ауыратын біледі. Яғни олар гапнаны ешқашан қолданбаған. Ер адам Скиннерді жылы сезіммен еске алады. Жергілікті халық кедей болған және аралдар су астына кете бастағанда құрлыққа көшуге мүмкіндіктері болмаған. Скиннер олардың жерін сатып алған. Даг Эленадан аралдардағы жерлерді сатып алуға байланысты ескі ақша аудармаларын қарап шығуын сұрайды. Абель мен Хирш мұражайда кездесіп, Рембрандттың картинасының жанында тоқтайды. Басшылық арнайы қызметтердің Аксель Гилберттің түрмеден қашуына қызығушылық танытқанын айтады. Элена 15 жыл бұрын Скиннер аралға донор жасаушылардың үлгілерін алу үшін келгенін анықтайды. Арал тұрғындарындағы анальгезия және басқа да генетикалық ауытқулар Скиннерге гапнаны жасауға мүмкіндік берген. Аксель доктордың бәлкім соны қалағанын айтады. Яғни оны іздегендер өзі бастан кешкенді сезінсін деген шығар. Хирш түсіне алмай отыр. Әділетті, мейірімді, адал болған Скиннер мұндай ессіздік қалай барды деп. Элена Гаага институтының құпия қызметкерлер тізімін табады. Скиннермен бірге жұмыс істеген адамдар. Солардың қатарында Хирш Линдеман да бар. Инга Кристинаны айлақта қарсы алады да оны Александра деп атайды. Кристина есін жиғанда өзін байлап қойғанын, орыс мұнай платформасындағы бөлмеде қамалып отырғанын көреді. Лазарус тобы базаға жиналады. Жастар Хирштен неге бұрын Скиннермен жұмыс істегенін жасырған және Кристинаның қайда жоғалғанын білгісі келеді. Әйел шынын айтып, ол расында доктор Скиннер басшылық еткен гапна жобасы бойынша жұмыс істеген ғалымдар тобында болғанын мойындайды. Скиннер гапна өндіріске шығарылмай тұрып жоғалып кеткен. Сол себепті оған ұлттық қауіпсіздік агенттігі жүгініп іздеу тобын құруды ұсынған. Осы кезде Сергей есімді ер адам Кристинаны ұрып жатыр. Бөлмеге Инга мен тағы 2 ер адам кіреді. Лазарус тобы қыздың білезігінен сигналды байқайды. Кристина Ресей жағалауындағы Баренц теңізіндегі мұнай платформасында. Хирш Кристина Блэк деген шын аты емес екенін айтады. Ол Ресейдің ГРУ-ның бұрынғы қызметкері. Шын есімі Александра. Инга бұрынғы әріптесін көріп таң қалады. Өйткені барлығы оны Мәскеу әуежайындағы теракт кезінде қаза тапты деп ойлаған. Хирш қыздың орыстарға қайта өтіп Скиннер туралы ақпаратты жеткізбек болған шығар деп ойлайды. Алайда Аксель, Даг, Элена мен Лиланд оған сенбейді және команданың жоғалған мүшесін құтқаруға аттанады. Орыстар Кристинаны тергеп жатыр. Инга бұл туралы штабқа хабар бермеуді бұйырады. Лазарус тобы Норвегиядағы Осло әуежайында ұшып келеді. Хирш байланысқа шығып Норвегия үкіметімен келісіп оларға тікұшақ пен уақытша база берілетінін хабарлайды. Сергей Кристинаны шелекпен суық сумен шомылдырады. Тікұшақ команда мүшелерін Алесун базасына жеткізеді. Бұл мұнай платформасына ең жақын орналасқан нүкте. Операцияны Даг басқарады. Элена ресейлік серверлерді бұзуға кіріседі. Аксель мен Лиланд қайықпен мұз айдынына ұқсатып жасырынған платформаға жақындап келеді. Кристина Сергейді әдейі арандатып, ол оны қатты соққыға
оқиға жығады. Лиланд барлау жүргізу үшін шағала кейпіндегі дрон ұшырады. Аксель су астымен платформаға жүзіп жетіп ішке енеді. Элейна оған қайда бару керектігін айтып отырады. Дак қайықпен келіп диверсия жасау үшін назарды өзіне аударады. Охранадан сытылып өтіп Аксель сервер бөлмесіне енеді. Элейна платформа ішіндегі желілерге қол жеткізеді. Сергей Кристинаны тергеуді жалғастырады. Кенеттен платформаны мұнай танкері соғады. Элейна Аксельге Кристинаның қайда екенін хабарлайды. Жігіт платформада паркур жасай бастайды. Инга бұл диверсия екенін түсінеді. Элейна мұнай төгетін стреланы басқарып платформаны қиратуға кіріседі. Oylanmam söyle bağlantı de kalmasın. Aytılmay kalbimün hakkına tıkılasın. Anandıcılar da derilasın. Şamandı bölüp meylesi konasın. Kuşerezdi bu se kovasın. Kıvıdın kalbim eserim hatasın. Men baskosasın. Verirsin bırakasın. Sen alsın ulan yapamalı kabasın. Vursa uğraşsın. Ustap taşlasın. Kısa kalsın. Sen de bırakasın. Akışlar olmak uanasın. Kendime kanatımda bemasın. Сергей Аксельді борттан лақтырып жібереді. Жігітті Элейна шланг арқылы құтқарады. Күзетшіні өлтіріп Аксель Кристинаны табады. Қыз естиді. Әр қыз естігісі келетін сөздер өткеннің маңызды емес. Платформа өртеніп жатыр. Аксель жол ашуға кетеді. Сол сәтте Инга пайда болады. Ол Кристинаға тапанша бағыттап сұрақ қояды. Неге Александр отанын сатып жоқ болды деп. Кристина шынымен де теракт кезінде клиникалық өлімді бастан өткізгенін айтады. Бірақ аман қалып қашып кеткен. Белгілі болады, олар бұрын жақын құрбылар болған. Инга Кристинаны босатуды шешеді. Сол кезде Сергей жетіп келіп опасыздарға өлім деп айғайлап Инганы атып тастайды. Сергейді Аксель өлтіреді. Инга Кристинаның қолында жан тапсырады. Платформа қазір-ақ жарылғалы тұр. Шұғыл қашу керек. Аксель мен Кристина суға секіреді. Жанып жатқан металл сынықтары мен қираған бөлшектер төменге құлап жатыр. Дак пен Лиланд отқа оранған суда достарын іздеп маневр жасап жүр. Судан Аксель мен Кристина ұшып шығады. Херш ақыры сфинктерін босаңсыта алады. Кристина көкжиекте жанып жатқан платформаға мұңмен қарайды. Солай достар, егер видеоларымыз ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті қолдаңыздар. Айтпақшы таза піл, денсаулықтың кепілі. Қарағандарыңызға рахмет, қоштаспаймыз.